Танымал әнші жайлы жылдан мәлімдеме. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқылардан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Абай облысында жантүршігерлік жол апатынан 3 адам көз жұмды. Омбы Майқапшағай тасжолында қос көлік бетпе-бет соқтығысқан. Белгілі болғандай, жол көлік оқиғасы Омбы Майқапшағай тасжолында орын алған. Toyota Avensis тізгіндеген 25 жастағы жүргізуші жылдамдықты асырып қарсы бағытқа шығып кеткен. Тізгінге ие бола алмай Nissan Serena көлігіне бетпе-бет соқтығысқан. Жол апатынан 2 көлікте қатты зақымдалған. Қарсы бағытқа шыққан жүргізуші мен 24 жастағы жолаушы оқиға орнында тілге келместен көз жұмды. Ал 46 жастағы екінші көліктің жүргізушісі жедел жәрдем көлігінде жан тапсырды. Салонда болған тағы 2 жолаушы ауруханада жатыр. Полиция қылмыстық іс қозғап тергеу жүргізіп жатыр. Қазақстанның халық артисі әрі әнші Димаш Құдайберген Нью-Йоркке жеке концертіне ұшып барды. Жанкүйер оны әуежайда жылы қарсы алды. 5 ғасырда Димаш Нью-Йорк қаласындағы Madison Square Garden аренасындағы Stranger атты жеке концертін береді. Тыңдарман әртісі Нью-Йорк қаласындағы Кеннеди халықаралық әуежайынан жылы қарсы алды. Кездесу кезінде түсірілген видео Димаштың Instagram желісінің парақшасында жарияланды. Сүйікті әншіні гүл шоқтармен, сыйлықтармен, плакаттармен қарсы алуға келген жанкүйер оның қолтаңбасын алып қуанып қалды. Димашты әуежайдан қарсы алуға оның ең кішкентай жанкүйері де келген. Жылы қарсы алғандарыңызға рахмет деп жазды Димаш. Арамызда не бар, мұхит пен беймәлімнен басқа. Сіздің даусыңыз. Мен керемет шоуды ашыла күтудемін. Нью-Йорк әуежайы осы кеште Димашқа деген теңіздей махаббатының куәсі болды. Бұл кадрлар Димашты тыңдарман қаншалықты жақсы көретінін және күтетінін дәлелі. Ол шаршағанына қарамастан бізді қуанышқа бөледі. Бүкіл әлем күміремен кездесуге дайындалуда. Нью-Йоркте тамаша концерт деп жазды желіде пікір қалдырғандар. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басуды ұмытпаңыз.